Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Қазақстан азаматтық қарсыластық жылдарында. Бүгінгі сабақта 20 ғасыр басындағы Қазақстандағы қоғамдық саяси үдерістерге баға беретін боламыз. Азамат соғысы мен шетелдік интервенцияның басталуы. Азамат соғысы мемлекет ішінде билік үшін ел азаматтарының өзара соғысы. Интервенция шетелдік әскерлердің басқа ел аумағына баса көктеп кіріп, ішкі істеріне араласуы. Азамат соғысының басталуына тоқтала кетейік. 1905-1907 жылдар аралығында Ресей жерінде ең бірінші революция болды. Бұл революцияның бастауы. Содан ары қарай бірінші дүниежүзілік соғыс, содан кейін ақпан революциясы, монархияның құлауы. Осы мәселелерге байланысты елде әлеуметтік экономикалық жағдайдың шиеленісіне жалғасқан осы азамат соғысы еді. Азамат соғысы екі жауласушы лагердің бір жағы қызылдар, ол большевиктер, кеңес өкіметі, екінші жағы ақтар, ол ақ гвардияшылар, казактар, антанда қарулы күштер арасындағы соғысы еді. Қазан төңкерісі және кеңес билігінің орнауы. 1917 жылдың жазының ортасы мен күзінде саяси ереуілдер жиілеп, бірқатар жерлерде ереуілшілер кәсіпорындарды басқаруды өз қолдарына алды. Бүкіл елде кеңестердің большевиктенуі басталды. 1917 жылдың 25 қазанында қарулы төңкеріс жасалып, әскери революциялық комитет уақытша үкіметтің құлатылғанын жариялады. Үкімет міндетін атқару Ленин басқарған халық комиссарлары кеңесіне берілді. Кеңестердің екінші съезі Ленин даярлаған екі негізгі декретті жариялады. Бітім туралы декретте барлық соғысушы халықтар мен олардың үкіметтеріне әділетті демократиялық бітім жасау жөніндегі келіссөздер бастау ұсынылды. Жер туралы декретте жерге жеке меншік жойылып, бүкіл жер жергілікті кеңестердің қарамағына берілетіндігі заңдастырылды. 1917 жылғы қарашада Ресей халықтары құқықтарының декларациясы жарияланды. Ресей халықтарының бөлініп, дербес мемлекет құруына дейінгі ерікті өзін өзі билеу құқығы танылатындығы жазылды. Бұл құжатпен қоса Ресей мен шығыстың барлық еңбекші мұсылмандарына үндеу қабылданды. Билік құрылымының өзгеруіне қарамастан, жаңа мемлекетті құру туралы мәлімдеменің астарында большевиктер орыс емес халықтарды бұрынғыдай тәуелділікте ұстауды қарастырды. Өлкеде большевиктер билігінің орнауы. Қазақстанда кеңес үкіметінің орнауы негізінен қалалар мен ірі елді мекендерде 1917 жылдың қазан айының соңынан 1918 жылдың наурыз айына дейін созылды. Кеңес үкіметін орнату мен нығайту жұмысына 300 партиясы белсене қатысты. Партияның негізін 1917 жылы 17 қарашада Мұхан Айтпенов қалады. Қазақстанда кеңес үкіметінің орнауы. Картаға назар аударайық. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жерде кеңес үкіметі орнаған өңірлердің барлығы қызыл жалаумен белгіленген. Жалпы кеңес үкіметі орнауының екі түрлі жолы болды. Бірі бейбіт жолмен
Ал екіншісі қарулы күрес жолымен. Ең алғашқы рет кеңес өкіметі орнаған қала бұл Перовск қаласы болатын. Ал ең соңғы рет кеңес өкіметі Жетісу облысында орнаған еді. Яғни кеңес өкіметі 1917 жылдың қазан айында басталып, 1918 жылдың наурыз айында бүкіл Қазақстан жерінде орнаған еді. Қазақстанда кеңес өкіметін орнату ақпан төңкерісімен салыстырғанда бұл оқиғаны қазақ халқы үлкен құлшыныспен қарсы алмады. Пролетариаттың таптық күрес идеясы мен диктатурасын өлке халқының көп бөлігі қолдамады. Ғасырлар бойы ауылда туысқандық принцип негізінде өмір сүріп келе жатқан қазақтар қазан төңкерісі идеясын қабылдай алмады. Ауқатты казактар мен шаруа қоныстанушыларға да бұл жаңа идеялар таңсық болды. Завод, фабрикалар мемлекет меншігіне көшті. Бұрынғы көпестер мен ірі кәсіпкерлердің үйлері тартып алынып, шет аймаққа қоныс аударды. Сонымен мемлекет қарамағына банктер, шахталар, кен орындары, теміржолдар, сауда қызмет көрсету мекемелері мемлекет меншігіне көшірілген еді. Алайда жұмысшылардың өндіріс орындарында басшылық жасай алмауының салдарынан еңбек өнімділігі төмендеді. Қазақ халқын өз жағына тарту мақсатымен кеңес билігі қазақтардан бұрынғы казактар мен қазынаға деп тартып алған жерлерді қайтарып беру саясатына көшті. Қазақ халқы кеңестерді патшалық әкімшіліктің бұрынғы органдарының орнын басқан жат құбылыс ретінде қабылдады. Пролетариат диктатурасының ұраны ауылда, не қоныс аударушылардың мекенінде, не казактар тарапынан да қолдау таппады. Большевиктер билікке келгеннен кейін қоғам үкіметтердің жақтастары мен қарсыластарына бөлінді. Кейінірек елде азамат соғысы басталған еді. Колчак әскері Қазақстанда. Интервенттердің жоспарларында Чехословак корпусының іс-әрекеттеріне орын берілді. 1918 жылы мамыр айының соңында Бірінші дүниежүзілік соғыста Австрия-Венгрия әскерінің құрамында қызмет етіп, Қызыл әскер бөлімдері тұтқындаған чехтар мен словактардың бөлігі бұрқ етті. Чехословак корпусы Волгадан қиыр шығысқа дейінгі аса маңызды орталықтарды басып алды. Сібірдің бірқатар қалаларын, Оралды және Қазақстанның Петропавл, Ақмола, Қостанай, Семей қалаларын басып алды. Большевиктер 1918 жылдың жазында тек Бөкей ордасының көп бөлігінде, Жетісуда, Сырдария облысы мен Торғай облысының оңтүстігінде биліктерін сақтап қалған еді. 1918 жылы қарашада Сібірде адмирал Колчактың диктатурасы орнады. Колчактың ағылшын және америкалық әскерлермен қосылу мақсатындағы шабуылы басталды. Америкалықтар, ағылшындар, француздар мен жапондар қару-жарақ, оқ-дәріні молынан жіберді. Колчак әскерінің талқандалуы және майдандардың жойылуы. 1918 жылғы Оралдағы контрреволюциялық төңкерістен кейін Орал майданы, Жетісуда Жетісу майданы құрылды. Берне қаласына ақ гвардияшылар, офицерлер, юнкерлер жиналып, олардан офицерлік полк құрылған еді. Ақтөбе ауданында бірінші Ақтөбе майданы құрылып, ақ гвардияшыларды
1918 жылдың шілдесінен 1919 жылғы 22 қаңтарға дейін ұстап тұрды. Майданда Қызыл әскер қолбасшысы Зиновьев, ал төтенше комиссар Жангелдин болды. Осы жерде Жангелдиннің ерлігін айтып кетейік. Лениннің берген тапсырмасы бойынша Ақтөбе майданына қару-жарақтар мен оқ-дәрілерді жеткізген еді. Бүгінгі алған білімдеріңіз бойынша тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырмамыз сұрақтарға жауап беріңіз. Сұрақ: Ресей халықтары құқықтарының декларациясы қашан жарияланды? Әскери революциялық комитет уақытша үкіметтің құлатылғанын қашан жариялады? Сібірде адмирал Колчактың диктатурасы қашан орнады? Сұрақтың жауабы: Ресей халықтары құқықтарының декларациясы қашан жарияланды? 1917 жылғы қарашада. Әскери революциялық комитет уақытша үкіметтің құлатылғанын қашан жариялады? 1917 жылғы 25 қазанда. Сібірде адмирал Колчактың диктатурасы қашан орнады? 1918 жылғы қарашада. Келесі тапсырмамыз: терминдерге анықтама беріңіз. Контрреволюция, ақ гвардияшылар, ақтар. Екінші тапсырманың жауаптарына назар аударайық. Контрреволюция: шетелдік әскерлердің басқа ел аумағына баса көктеп кіріп, ішкі істеріне араласуы. Ақ гвардияшылар, ақтар. Патша әскерінің ақ гвардиясы. Ақ түс монархия мен ескі заң тәртіптерінің нышаны. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, азамат соғысы кезіндегі екі жақтың да шығындары, әлеуметтік экономикалық құлдырауы және халықтың жағдайының қандай болғандығын білдіңіздер. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінен басталған экономикалық құлдырау күшейе түсті. Халық шаруашылығы салаларының, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының, қала мен ауыл арасындағы экономикалық байланыстар бұзылды. Азық-түлік пен ең қажетті бұйымдардың тапшылығы өткір сезілді. Қағаз ақша құнсызданды. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.